Сәлем достар! Бүгін сіздермен қарбыздың адам денсаулығына пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Видео ұнаса міндетті түрде тіркеліп қолдай кетуді ұмытпаңыздар. Қарбыз көпшілік жақсы көретін жазғы жидектердің бірі. Ол түрлі дәрумендерге бай және адам денсаулығына пайдалы. Бірақ кей жағдайда одан бас тартқан жөн. Оның басты артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталамын. Артықшылығы: қарбыз ас қорытуды жақсартады. Піскен қарбызды дәрігерлер бауыр және бүйрек ауруларымен адамдарға жеуді ұсынады. Жоғары қан қысымы бар және жүрек жеткіліксіздігімен қиналатын адамдарға да қарбыз пайдалы. Себебі қарбыздың құрамында ас қорытуды жақсартуға ықпал ететін микроэлементтер бар. Қарбыздың тағы бір артықшылығы А дәрумені бар. А дәрумені тырнақ және шаш саулығы мен сұлулығын сақтауға қажет. Шамамен 100 грамм піскен қарбызда осы дәруменнің тәуліктік нормасының 1/4 бөлігі бар. Сондай-ақ қарбызда коллаген мен эластин өңделуін арттыратын аскорбин қышқылы бар. Қарбыздың кемшілігі: қарбызды шамадан тыс көп жеу қуықтың созылуын тудыруы мүмкін. Жүйелі түрде кіші дәретке бармауы және қарбызды көп жеу қуықтың созылып кетуіне әкелуі мүмкін. Сол үшін жағымсыздық сезінумен қатар несеп-жыныстық жүйесі проблемасы пайда болуы мүмкін. Қарбызды шамадан тыс жеу іш кебу мен үлкен дәрет проблемасын тудырады. Қарбызда сахароза мөлшері көп. Қарбыз етінде 13%-ға дейін глюкоза, сахароза және фруктоза секілді жеңіл сіңетін қанттар бар. Қарбыздың калориясы 100 грамм қарбызда бар болғаны 38-40 калория. Төмен болғанымен оның құрамында қант көп. Сондықтан қант диабетімен қиналатын және артық салмақпен күресетін адамдарға одан бас тарту ұсынылады. Қарбызда қауіпті микробтар болуы мүмкін. Бұл жеміс жерде пісетіндіктен, содан соң стерильді емес дүкендерге тасымалданып, сол жерде сатылатындықтан оның бетіне ауру тудырғыш микробтардың жиналуы қаупі бар. Әсіресе қарбыз жарылып микробтар оның ішіне кіріп кетсе, ол қауіпті. Бұл кезде ішек таяқшасын және басқа да жұқпаларды жұқтырып алуыңыз мүмкін. Сол үшін де зақымдалмаған тұтас қарбыз алған дұрыс. Оны үйге әкелген соң ағып тұрған судың астына жақсылап жуыңыз, немесе суы бар ыдысқа бірнеше сағатқа салып қойыңыз. Сосын барып жеңіз. Бүгінге беретін ақпаратым осы. Назарларыңызға рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ас болсын, сау болыңыздар.